Асқазаны нашар жұмыс істейтін адамдардың бірақ қана басты арманы бар, ол тамақты тойып, махаббатпен, ләззатпен жеу. Неге дейтін болсаңыздар, бұл адамдардың всасывающий способность желудка деңгейі төмен деңгейге түсіп кеткен кезде, яғни түсінікті тілмен, қазақша жалпақ тілмен түсіндіретін болсам, тамақтың сіңірілу деңгейі өте нашар болған кезде, бұл адамдардың ішкен тамағы сіңбей, қарны ашпай, миға қарным ашты деген сигнал бармайды. Сол себептен бұл адамдар бір ғана мақсатпен тамақ жейді, яғни тамақ жеу керек, уақыты келді деген мақсатпен ғана жейді. Бұл адам ағзасының асқазанының нашарлап жатқанының бір белгісі. Себебі адам ағзасындағы тамақты қорытуға қатысатын ферменттер деңгейі дұрыс жұмыс жасамай, дисбаланс байқалады. Егер сізде осындай белгі болатын болса, сіз біздің кванттық бионаlyзатор аппаратына диагностиканы өту арқылы асқазаныңыздағы мәселені 90% дәл анықтап, дұрыс ем шара алып кетсеңіздер болады. Толыққанды ақпарат алу үшін төменде WhatsApp нөміріне жазыңыз немесе хабарласыңыз.